Көркемөнер һәм мәдәният һәрбер инсанды жақсылыққа бағдарлап, рухи жақтан рауажлануында, жастардың бос вақытларын пайдалы істерге бағдарлауда үлкен әһмиетке ие. Шымбай районында әзіргі уақытта 2 орында балалар көркемөнер музыка мектеплері болып, оларда мыңлаған район тұрғындарының ұл-қызлары көркемөнер музыка сырларын үйреніп келмекте. 8-ші саллы балалар көркемөнер музыка мектебі район орайындағы Жібек жолы макам қаралар жиынында жайласқан болып, бұл даргайда әзіргі уақытта 11 жөнелісте 300-ге шамас оқушылар тәлім алмақта. Соны да айтып өту керек. Бұл орында оқушылардың тәлім алуы, көркемөнер музыка сырларын иелеуі үшін барлық шариғатлар жаратылған. Заманауи музыка аспаптары, сондай-ақ өз кәсібінің маманы болған ұстазлар оқушы жастарға сабақ беріп, олар өздері қызыққан көркемөнер түрлерімен шұғылданып келмекте. Мектебіміздің бүгінгі күрлігі жетіскерліктеріміз бір қанша себебі біздерде оқып отырған талантлы оқушыларымыз мемлекеттік тарапынан өткеріліп отырған барлық көрік таңдауларымызға белсенді қатынасып, сыйлы орындар, сыйлы сауға саламларымен келіп отырды. Одан қала берсе, еліміздің, районымыздың белгілі байрам сәнелерінде белсенді үлес қосып қатынасып келмекте. Біздің қалсазлар бөлімінде 8 оқытушы ұстазымыз қалсазлар бөлімінде 34-35 оқушымызға тәлім тарбия беріп жатырды. Міне осы кіріп келіп отырған жаңа жылымызда да Құда қаласа алдымызда көрік таңдауларға баршасына белсенді қатынасамыз деген үміттеміз. Нөмір 8-ші саллы балалар көркемөнер мектебінде академиялық қосық бөлімінде 4-ші класста оқиман. Ал ұстазым болса Нұрмағамбетов Асылбек. Мен осы уақытқа дейін көптеген конкурслардың жеңімпазлары болдым. Оған айтсақ болады, мысал үшін алдыңғы жылы 25 апрель күні болып өткен Корея куб конкурсында сыйлы 1-ші орынды иелеуге муафақ болдым. Хәмде одан басқа да Бозатау фестивалында 2-ші орынды иелеуге муафақ болдым. О сурдату намурата қосығынан бір көплетін айтып бермекші мен. Stai lontana da sto corre, a ti voglio più pensiero, niente voglio, niente spero, che tenerte sempre a fianco a me. Әрбір жас ашылмаған талант. Солықтан да оларда жасырынып жатқан бұл ұқыпты көре алу, олардың қызығуына қарай біргелікте шұғыланып, талантын рауажландырып, айдын келешекке бағдарлау біздің басты вазипамыз дейді ұстазлар. Солықтан да ата-аналар һәм музыка мектебі жәмәәті менен біргелікте істесуі нәтижесінде мектеп оқушылары республикамыз һәм еліміз көлемінде өткеріліп атырған әрқилы таңдауларда жақсы нәтижелерге ертіп келмекте. Музыка мектебінде демлі аспаптар бөлімінің саксофон инструментінде оқып атырмын. Оқу барысында көптеген жарыстарға һәм концертлерге барып, һәмде 2025 жыл 25 апрель күні болып өткен жарыста сыйлы 1-ші орынды иеледім. Ұстазым Насырлаев Саламат. Мен осы музыкальный мектепте жұмыс істеп атырғаныма 11 жыл болған болса, көп қана шәкіртлер таярладым. 2025 жылда біздер үшін бір ауметлі жыл болды деп айта аламын. Өзбекстан мемлекеттік Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет министрлігі балалар музыка һәм көркемөнер мектебіні театр жөнелісі бойынша көрік таңдауда Нөкіс қаласында сыйлы 2-ші орында алуға мияссар болдық. Кеше ғана районымызда болып өткен 14 январ Отан қорғаушылар күні байрамына да оқушыларымызбен біргелікте белесенде қатынасып келдік. Жаңа Өзбекстан жастары, олар әрбір істе, әр қадемде алды. Бүгінгі күнде әрбір инсан олардағы талантты көріп әуесі келеді. Біз де келешекте бұл жастардың
қандай тарауда, қандай кәсіпте иеленмесін, музыка һәм көркемөнер жолдасыңыз болсын дегіміз келеді.